ішпелді. Абу Ханифа рахималланың мазхабында кемшілік болса хадистен, Аллама Ануар Шах Кешмири рахималла, Индияның үлкен мухаддисі, 12 жасында фатуа берген. 12 жасында. Бар ма араңызда 12 жасында 10 сүре жаттаған бар ма? 12 жасында фатуа берген. 200 мың хадис жаттаған адам ол. 200 мың хадис жаттаған адам. Қазіргі таңда ондай ғұлама жоқ. Қазіргі Индия, Мысыр, Пакистан, Арабияда іздесең ондай адам табылмайсың сен. Аллама Ануар Шах, Мухаммад Ануар Шах Кешмири рахималла 200 мың хадис жаттаған. 200 мың хадис. Алла субхану ва тағала Абу Ханифаның мазхабын қорғауға жіберген оны. 200 мың хадис жаттаған. Bir gün sabak berip atқанда шәкірттеріне айтады. Bir кітапты sabak беріп atқанда жаттан sabak береді дейді кітаптарды дейді. Бұлай бетінен ашып sabak бермейді дейді. Шәкірттеріне айтады дейді. Мен осы кітапты 32 жыл бұндан бұрын жаттап алып едім дейді. Қазірге дейін екінші рет қарауға Алла тағала мені мұқтаж қылған жоқ дейді. Арабша кітапты 32 жыл бұндан бұрын жаттап алып едім дейді. Қазірге дейін тағы оны қайталауға мұқтаж емеспін дейді. Субханаллах. Алла субхану ва тағала сондай память берген. Абу Ханифа мазхабында 200 мың хадис жаттаған. Мысыр мемлекетіне барады бір күн. Мысыр мемлекетінде кітап шығады. Нурул Идах деген Мысыр ғұламалары жазады. Фиқ кітаптан. Мысырдың ғұламалары жазған кітап. Абу Ханифа рахималланың мазхабында Хасан бин Аммар Шурумбулали деген үлкен фақих, Мысырдың фақих Абу Ханифа мазхабында жазады. Бұл кітапты сұрайды, бір Индияға алып кетейін дейді. Жоқ дейді. Өзінен тек қана бір том бар дейді ол кітаптан дейді. Оны бере алмаймын дейді. Жаңа Аллама Кешмири рахималла Индияның ғұламасы Абу Ханифаның мазхабы. Онда бер оқиын дейді оны дейді. Басынан аяғына дейін оқиды. Жаттап алады жаңа араб кітапты дейді. Ауылына барып, өз памятінен жаңа кітапты шығарып жазып алады. Мәселе қайда жатыр, субханалла. Жаңа кітапты памятінен көшіріп, кітап қылып жазады дейді жаңағыны. Ауылына барып, кітапты таратады дейді. Абу Ханифа рахималланың мазхабын қорғауға Алла тағала осындай арыстандарды жіберді. 30 жыл Бұхари сабақ бергенде шәкірттеріне айтады дейді. Аллама Ануар Шах Кешмири рахималла. Мен 30 жыл Бұхариді сабақ бердім. Одан бұрын 20 жыл басқа кітаптарды сабақ бердім дейді. Хадис кітаптарын дейді. Яғни 50 жыл қазір хадис саласында жүрмін дейді. Құдайға шүкір, ол 50 жылдың ішінде дейді. Абу Ханифа рахималланың мазхабында дейді. Бірде бір мәселе хадиске қайшы келетіні жоқ дейді. Егер бірде бір мәселе қайшы келгенде дейді, мен өзім мухаддиспін дейді. Абу Ханифаның мазхабын тәрк қылып, сондағы амал жасар едім дейді. Субханаллах. 50 жылдың ішінде Алла тағала маған көргізді дейді. Бірде бір мәселе Абу Ханифа рахималланың мәселесі дейді. Хадиске, Құранға қайшы келетін бірде бір мәселе жоқ дейді. Субханаллах. Егер бұл мазхабта кемшілік болатын болғанда, Аллама Ануар Шах Кешмири сияқты үлкен мухаддистер бар мазхабымызды сүннатқа келтіруге. Алла тағала Аллама Ануар Шах Кешмири рахималлах пайғамбардың зияратына бардым дейді. Мухаддис өзі 200 мың хадис жаттаған адам. 200 мың хадис. Бұхариде 5 мың хадис бар ағайындар. Бұхариде тек қана 5 мың хадис бар. Муслимде 5 мың хадис бар. Термизиде 4500 хадис бар. Яғни Бұхаридің бір 100 есе Бұхариді неше есе қылып жаттаған адам ол. 200 мың хадис жаттаған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның зияратына бардым дейді. Аллама Ануар Шах Кешмири. Пайғамбардан бір 3 нәрсе сұрадым дейді түсімде дейді. Пайғамбардың зияратына барғанда пайғамбар түсіме келді дейді. Ұйқымда дейді. Пайғамбардан бір 3 нәрсе сұрадым дейді. Пайғамбардан рұқсат сұрадым дейді. Я Расулуллах, рұқсат берсең, мен Абу Ханифа рахималланың мазхабынан шығайын, өзім Құран сүннатқа тіке амал жасай берейін дейді. Түсімде дейді пайғамбарым саллаллаху алейхи ва саллям рұқсат берген жоқ дейді. Менің жолыма, сүннетіме, Алланың кітабына ең сәйкес келетін мазхаб Абу Ханифа рахималланың мазхабы деп айтты дейді. Пайғамбар түсімде дейді. Содан тоқталып қалдым дейді. Әйтпесе мен 200 мың хадис жаттаған ғұламамын дейді. Аллама Кешмири рахималла. Пайғамбардан сұрамайда дейді, тіке Құран сүннаға амал жасай алатын деңгейдемін дейді. Бірақ пайғамбарым рұқсат берген жоқ дейді. Абу Ханифа рахималланың мазхабынан ешқашан шықпа. Құран сүннаға сәйкес келетін 4 мазхабтың ішінде ең дұрысы осы деп айтты дейді. Субханаллах. Бұдан басқа не керек?